Күндердің бірінде қазақтың атақты атбегі әрі сыншысы Толыбай қайтыс болып, оның енді ғана 10 жасқа толған Қанай деген ұлы бір байға малай болып жылқы бағып жүргенінде елдеріне жау шауып Қаршадай Қанайды жау қалың жылқымен бірге байлап алып кетеді. Сөйтіп сыншының баласы жау қолына түседі. Қараған деген хан оған қозы бақтырып қояды. Қаршадай Қанайдың ел жұртымен туған жеріне деген сағынышына ауыр азаппен аш таяқ қосылып, оны көз жасын көл қылады. Қайғы қасіретпен бір жыл өте шығады. Бір күні таңертең Қанай қозысын өріске айтып бара жатса, жылқының бір қубасын тауып алады. Байқап қараса, ол тұлпардың басы екен. Қанай тұлпардың басын таныған заманда сыншы әкесі есіне түсіп, басты құшақтай алып: "Зарлаттың жастай тәңірім, осылай ма еді әмірің? Қубасын көріп тұлпардың, езілді өкпе бауырым. Сені тұлпар басы деп кім айтады, дүние-ай? Мені сыншы ұлы деп кім таниды, дүние-ай?" деп зарлай жөнеледі. Дәл осы кезде бір топ нөкерімен аңға кетіп бара жатқан хан атының басын тартып: "Ей бала, қубасты құшақтап неғып жылап отырсың? Айтшы, құшақтап отырған ненің басы?" дейді. Бала көзінің жасын жеңімен сүртіп: "Бұл тұлпардың басы. Осы басты көріп, әкем есіме түсіп жылап отырмын", дейді. Хан таңданып: "Тұлпардың басы екенін қайдан білдің?" дейді. Қанай: "Әкем жылқының сырын бес саусағындай қанық білетін сыншы, тұлпардың сүйегінен танитын жылқы маман еді. Мен сол кісінің ұлы болсам, тұлпардың басын қалайша танымаймын", дейді. Хан ентелеп: "Олай болғанда тірі жылқылардың қасиетін де білетін болдың ғой. Маған тұлпар таңдап бере аласың ба?" Қанай басын изеп: "Жақсы білемін. Тұлпар болса бір қарап танимын", дейді. Хан біраз ойланып тұрып: "Әкең кім еді?" дейді. Қанай: "Әкем қазақтың атақты ат сыншысы Толыбай деген кісі еді", деп жауап береді. Хан қуанып кетеді. Аңға бару орайынан қайтып нөкерлеріне: "Мына баланы жақсылап киіндіріп, астына бір жақсы ат беріп, осында алып келіңдер. Өзіме қарасты жылқыларды түгел аралатып тұлпар таңдатамын", деп бұйырады. Нөкерлерлі баланы ауылға апарып киіндіріп, астына ат беріп, ханның қасына алып келеді. Хан Қанайды ертіп алып бірнеше күн жылқы аралайды. Bir жерге барғанда неше мың жылқының ішінен бір қара атты ұстатып алады да, оның көзіне қарап, алқымын ұстап, ауыз, мойын, қолтық, тізе, бақай, тұяқ табанына дейін мұқият көріп шығады. Кейбір мүшелерін өлшеп, екінші бір мүшесімен салыстырады. Тағы бір жерге барғанда, бір топ жылқының ішінде жалғыз өзі асыр салып жүрген бір сарытайды ұстатып алып, жіліншігін қарыстап, мойнын өлшеп, олай-бұлай бұрып тексереді. Қасында жүрген нөкерлер қалай екен десе, жүйріктің мойны былқылдақ болады, сигенде керіліп тұрып сиеді, тышқанда үздік создық тышпай, тезегін бір жолда бірақ тастайды. Қазірше мен көрген жылқылар ішінде осы екеуі озатын жүйрік жылқы жоқ, дейді. Қуанышы қойнына сыймаған хан: "Бұл екеуі неше жылдан бері бәйге бермей жүрген Мошан күрең аты мен Қаленқара атынан озала ма?" деп сұрайды. Қанай оған: "Ол аттарды мен көргенім жоқ қой. Егер ол аттарды көрсем, қайсылардың озатын дәл басып айтып берер едім. Бүгін сонша көп жылқыны көрсем де көзіме бір тұлпар түспеді", дейді. Хан басын изеп: "Тұлпарды бір көргенде-ақ танисың ба?" дейді. Қанай: "Жал құйрығын отап, арықтатып қутулақ қып тастаса да танимын", дейді берік сеніммен. Қанайдың сөзі ханға ой салады. Ол қалайда бір тұлпар табуға бекиді де өзіне қарасты елдерге: "Жылқы атауларын түгел жиып, әзірлік көріп тұрсын. Жиналамаған бірде-бір жылқы баласы қалмасын. Жылқысы толық жиналмағандар ауыр жазаланады", деп жарлық шығарады. Сөйтіп, хан қасына Қанайды ертіп алып, өзіне тәуелді елдің жылқысын түгел аралап шығады. Бірақ тұлпар табылмайды. Тұлпар табудан үміт үзілген хан еліне қайтады. Bir жерге келгенде, сылдырап ағып жатқан бір шағын өзеннің бойына түсіп, аттарын байлап, өздері ағаш саяларында демалып отырады. Bir кезде Қанайдың алдынан иттің басындай үлкен аттың жас тезегі ағып өте береді. Оны көзі шалып қалған Қанай орнынан атып тұрып, суға етігімен қарғып түсіп,
жас тезекті алып шығып, сүйінші, хан Алдияр, сүйінші, тұлпар табылды, дейді. Хан таңданып, мұнда қайдағы тұлпар, дейді. Қанай қолындағы жылқының жас тезегін көрсетіп, міне, хан Алдияр, мынау осы қазір ғана тасталған тұлпардың тезегі. Осы судың жоғарғы жағында тұрған болу керек, дейді. Хан оған сенбей, әй байғұс-ау, оның не ерекшелігі бар? Оның бәрі бір жылқының жас тезегі ғой. Қанай ханға таяй түсіп, бұл нақ тұлпардың тезегі. Тұлпардың қаса сүйегі кең, ішегі жуан болатындықтан, мынадай жуан, мынадай үлкен тезекті әдеттегі жылқылар тастай алмайды, деп қос шеңгеліндегі тезекті жерге тастағанда, тезек бөлінбей, алып құмырсқаның илеуіндей болып төңкеріліп түсіпті. Міне, бұл нағыз тұлпардың тезегі. Тұлпарлар тезегін әдеттегі жылқылар секілді бөліп тастамай, дәл осылай бірақ тастайды, дейді Қанай. Хан орнынан асып тұрып, ал, тез тұрып өзенді өрлеңдер, суда ездеп тұрған тұлпар болса ұстап алайық, деп нөкерлерін ертіп суды өрлейді. Бірақ оларға жылқы кездеспейді. Бір араға барғанда су бойында демалып жатқан арбалы саудагерлерге кеседі. Қанай, табылды, табылды, деп ханның қасына жүгіріп барады. Әне, хан Алдияр, анау арбада жегулі тұрған арық көк шұбар тұлпар дәл сол, деп қуанып сала береді. Хан нөкерлеріне сыр бермеңдер деп қойып, өзі саудагерлермен сөйлеседі. Мына арық көк шұбар атты сатасыздар ма? Сатамыз, сатамыз. Бұл өзі арық болғанмен 3-4 аттың жүгін жалғыз тартатын күші ат еді. Бүгін аяғына шеге кіріп ақсап қалды. Орнына үлкен бір ат берсеңіз берейік, дейді саудагерлер. Онда мына біздің аттардың ішінен таңдаған біреуін алыңдар, деп хан саудагерлерге бір ат беріп, көк шұбарды ақсаңдатып алып қайтады. Хан үйіне барған соң, көк шұбарды Қанайдың баптауына береді. Қанай жылқыдан 4 арық ат алдырып, көк шұбармен бірге бағады. Әкесінен көргені бойынша 5 атты күндіз-түні мәпелеп бағып, әбден семіртеді. Бір күні Қанай ханға барып, хан Алдияр, көк шұбармен бірге баққан 4 аттың бірін сойғызыңыз, жілік майын көрейін, дейді. Хан нөкерлеріне бір атты алдыртып сойғызады. Қанай оның жілігін шағып көрсе, жілік май қаралы екен. Оны көрген Қанай, хан Алдияр, көк шұбарыңыздың жілік майы дәл осындай қаралы екен. Бұл тұлпарыңыздың әлі толмағандығының белгісі, дейді де көк шұбар тұлпарды баптап баға береді. Көк шұбар тұлпар күн сайын құлпырып, көркіне көз тоймайтын болады. Арада 6 ай өткенде 2-ші атты сойғызып, жілік майын көрсе, майы және де қаралы екен. 9 ай болғанда 3-ші атты сойғызып көрсе, жілік майы және де толға ағармапты. Дәл 12 ай өткенде 4-ші атты сойғызып, жілік майын көрсе, кемігіне дейін ағарған екен. Сонымен Қанай көк шұбар тұлпарды ұстап жаратуға кіріседі. Алдымен 3 күн арқандап қояды. Онан соң әр күні кеште олай-бұлай жетелеп бусандырып, түнімен таң асырып қояды да, таңертең күн қызғанша жайылтып, онан соң азырақ терлетіп, таң асырады. Осылайша күндіз азырақ жайылтып, кеште терлетіп, түнде байлаумен 15 күнді өткізеді. 15 күннен соң мініп терлетіп, суытып жүріп, тағы 15 күнді өткізеді. Онан тағы да 2 ай жылқышылармен бірге жылқы бағып өткізеді. Көк шұбар тұлпар әбден жарайды. Күндердің бірінде көрші елдің ханы ат шаптырып ұлы дүбір той өткізеді екен. Бәйгеге 500 жылқы тігіпті деген хабар келеді. Қараған хан жолдасын ертіп көк шұбар тұлпарын жетелеп сол тойға барыпты. Тойда 5000 ат қосылға ат шабыс болыпты. Ат шабыс аралығы 200 километр болғандықтан ат айдаушылар аттарды бір күн бұрын айдап кетіпті. Қанай көк шұбар тұлпарға өзі мініпті. 2 дағар, 1 арқан, тағы бір бұрау алдырыпты. Кетерінде ханға, хан Алдияр, жігіттеріңіз сақ тұрсын, көк шұбар сөзсіз алдымен келеді. Жігіттеріңіз ұстап тоқтатпаса, мұны тоқтатуға менің шамам келмейді. Ең абзалы 2 мықты діңгек орнатып, 7 қабат керме керіп қойсын, деп кетіпті. Ат айдаушылар шабандоздарды межелі жерге апарып қондырып, ертесі ерте тұрғызып, жарыстырып қоя беріпті. Сыншының баласы Қанай астына 2 дағар құмды теңдеп, шапқанда қолпаңдамау үшін арқамен тартып байлап, бұрау салып алады да, жер жаққа шығып алып, көк шұбар тұлпарын қоя береді. Бір кезде тұлпары қызып, терлей бастайды. Қызған сайын адымы ашылып,
қатарындағы аттардан бір-бірлеп оза бастайды. Қанай астындағы дағардың үстіңгі жағын тесіп қояды. Тұлпар шапқан сайын құм бұрқылдап төгіліп, тұлпардың қарқыны үдей түседі. Бір кезде тұяғы әбден қызып, құстай ұшады. Қанай арқанды қиып жібереді. Құм салған дағар түсіп қалады. Көкшұбар тұлпар жебедей ысқырып, ат біткеннің бәрін басып өзіп бәйгеден жалғыз өзі келеді. Ханның нөкерлері Көкшұбар тұлпарды керген арқанға тартып жүріп әрең тоқтатады. Сөйтіп хан 500 жылқы бәйге алып асып-тасып қайтады. Ауылға келген соң сыншының баласы Көкшұбар тұлпарды қандырып суармай, жарытып жайыртпай байлап тастайды. Тұлпарға жаны ашыған хан сыншының баласынан: «Әй, Қанай, мына тұлпарды неге суға қандырып, шөпке тойдырмай байлап тастадың?» деп сұрайды. Қанай күліп: «Тұлпарыңызды суға қандырмаған себебім, қатты қиналған ат бір жолда суды қанып ішетін болса, денесі босап, ажар қайтады да қайта оңалмай жүнін тастайды. Тойғызбаған себебім, қиналған аттың ішегі босап балбырап тұратындықтан ас қорыту қабілеті төмен болады. Егер осындай күйде тойындырып жіберсек, ат дертке шалдығып, екінші бәйгеге қосуға жарамай қалады. Сондықтан мұны 3 күннен соң суға қандырып, бидайды сүтке бөрттіртіп азаздан тойындырамын» дейді. Бала ел жұртын сағынады. Бір күні Көктөбеге шығып, кеңес құрып отырған ханның қасына Көкшұбар тұлпарды мініп келіп: «500 жылқың тұр әне, тұлпар мінген тұрар ма? Енді мен сұрама, Құдай төбеңнен ұрама. Тұлпар тегін табады, ер жігіт елін табады. Қош, сау тұр. Елім мен жерімді сағындым, еліме кеттім» деп тұлпардың басын бұрып, елін бетке алып шаба жөнеледі. Хан нөкерлерін атқа қондырып қудырады. Бірақ барлығы жете алмай шаңғауып қала береді. Сол күні сыншының баласының әпкесі түс көріп, елін жиып былай дейді: «Түсімдегі хабарға қарағанда, інім тұлпарға мініп қашып келе жатқан сияқты. 7 қабат керме арқан тартыңдар. Болмаса інім де, тұлпар да мерт болады» деп 7 қабат арқан кергізеді. Әпкесінің түсі айтқандай дәл келіп, түс мезгілінде Көкшұбар тұлпар даланы дүбірлетіп, артына будақ-будақ шаң тастап ауылға таяпты. Ауыл адамдары қаумалап тұлпарды кермеге қарай бейімдепті. Тұлпар 7 қабат арқанның 6 қабатын үзіп, 7-ші арқанға барғанда әрең тоқтапты. Сөйтіп сыншының баласы сыншылық өнерімен ақыл парасатының арқасында аман есен ел жұрт, туыс туғандармен қауышыпты. Айып Нүсіп Оқасұлы, Темірбай Смағұлұлы. Қазақтың дәстүрлі ат үсті ойындары кітабынан. Мәлімет Арғымақ КЗ порталынан алынған.